Барлықтарыңа сәлем, құрметті көрермендер, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі түсірілімдерде сіздерге кабачок туралы айтамын. Енді кабачокты кәді деп атаймын екен. Сол көбісі кабачок деп біледі ғой, енді кабачки деп или кабачки деп те атайды. Біздер енді кабачок дейміз. Кабачоктың кейбіреулерінде шығып жатса, кейбіреулері жаңағыдай шығып жатып сарғайып кетіп жатады, иә. Соған сіздерге енді оны қалай не істеу, жаңағыдай не үшін сарғайып кетеді, соған байланысты айтайын. Қазір сіздерге біреуін көрсетейін. Білесіздер, кез келген кабачок болсын, және де асқабақ болсын, аналық гүлі және де аталық гүлі болады. Оны қалай айырамыз? Аталық гүлі дегеніміз міне осындай болады. Яғни басында гүлі бар, және ешқандай мына жерде өнімі жоқ. Аналыққа келетін болсақ, аналық гүлі міне басында гүлі болады, әрине міне гүлі, және де осылай кабачогымыз бастап шығып тұрады. Міне мына жерде міне көрініп тұр. Мынау аталық гүл, және де астында ішінде кішкентай ғана кабачок бар. Бұл аналық гүл болады. Мына жерден үлгісін көрсетейін сіздерге. Міне өсіп қалғаны мынау міне аналық, яғни кабачок бар. Так, мына жерде өсіп тұрған, яғни бұда аталық, яғни ешқандай не жоқ. Енді қараңыздар, кабачогыңыз өсіп келе жатады да сарғайып кетеді. Ол не себептен? Яғни біз мысалы кабачокты өсіп келе жатқан кезде, мынадан сәл үлкейген кезде, мынадан гүлі тұрады осылай. Гүлді егер алмасаңыз, мына гүлді деген дымқыл болады да, яғни сол арқылы мына кабачогымыздың барлығы сарғайып кетеді. Осындай болған өсіп бастаған кезде міне гүлді алып тастайсыздар. Яғни гүлді алып тастаған кезде оған ешқандай өсуіне ешқандай да кедергі жоқ. Мен мына жерден алып тастадым, және мына жерлердің барлығынан солай алып тастаған болатынмын. Мына жерде енді көрсетейін, міне тоже солай, міне қарасаңыздар, өсіп келе жатқан кезде міне гүлін алып тастадым. Қазіргі кезде міне жаңа жинап алған болатынмын. Содан кабачковый экран жасап қойдым. Енді өсіп келе жатқандары 1-2 күннен кейін бұларды қайтадан жинап алатын боламын. Сол себептен ешқандай қиындығы жоқ. Міне жаңа тағы кабачок өсіп келе жатыр. Сәл үлкен болғаннан кейін гүлін алып тастаймыз. Қазір алып тастауға болады. Міне осындай гүлін алып тастайсыздар. Яғни аталықтан алмайсыз, аталықтың себебі ешқандай ештеңесі жоқ қой. Аналық гүлдің міне басын алып тастасаңыздар, осылай ешқандай шіріп кетпейді, сарғайып кетпейді, өте керемет болып шығады. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.